Сәлем достар, бүгінгі түшіру шығарылымда түсіңізде шөл даланы көру нені білдіреді? Ең алдымен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Шөлде бейтаныс адамды кездестірсеңіз, бұл болашақта сәтсіздіктер болатынын ескертеді. Қаржы мәселесі туындап, денсаулығыңызға сыр беруі әбден мүмкін. Егер жас бойжеткен шөлде жалғыз жүргенін көрсе, онда ол жайында жағымсыз өсек тарап, беделіне нұқсан келтіретінін білдіреді. Шөлде өліп қалған болсаңыз, дереу өміріңізді өзгертіңіз. Бұл қазіргі өміріңіз мәнсіз, текке кетіп жатқанын білдіреді. Жұмысыңызды ауыстырып, жаңа дос табыңыз. Егер шөл далада қасыңызда серігіңіз болса, онда шынайы өмірде қиындықтарды еңсеруге біреу көмектеседі. Егер шөлден қиналып өтсеңіз, бұл жаныңыз шындығында не қалайтынын түсінесіз деген сөз. Шөлде түйенің үстінде кетіп бара жатқаныңызды көру, келешекте қиындықтардың бәрін жеңе алатыныңызды білдіреді. Сондай-ақ бұл бір жақсы махаббаттың нышаны да болуы мүмкін. Достар, осымен бүгінгі түшіру шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.